Достар, өткен жолы нұрдан тіршіліктің барлық мүшелері жеке дара бөлініп шыға бастады деген болатынбыз. Енді осы жолы соны жалғастырамыз. Қалам мен лаухының жаралуы. Одан соң оң көзінен екі тамшы тамды. Одан лаухы мен қалам жаралды. Ұлық Алла қаламға жаз деп бұйырды. Әуелден ақырға дейін болатын оқиғаны лаухыдағы тағдыр тақтасына тіздірді. Оған лаухы махфуз деп ат берді. Қалам айнадай жарқырап тұрған тағдыр тақтасына ең бірінші Мұхаммед деп жазды. Қалам жазып болып, бұл кімнің есімі? Деді. Ұлық Алла, әй қалам, әдепті бол, бұл есімді ерекше құрметпен айтуды бұйырам. Мұхаммедтің нұры болмағанда сен де жаралмас едің. Менің сырларыма қанығып, нұрыма шомылып, махаббатыма суарылмас едің. Оған құрмет көрсет және салауат айт, деді. Сол кезде қалам өзінің әдепсіздігіне ұялып, 1000 жыл бойы қорқыныштан дірілдеп жаза алмай тұрып қалды. Өзіне қайта келген соң Мұхаммедтің қасына салауатты қосып жазды. Осыдан бастап Мұхаммед пайғамбардың аты аталса, салауат қоса қолданатын, жазылатын, жолданатын парыз шықты. Сосын қаламға, әй қалам, барлық пайғамбардың үмметінің болашақ тағдырын жаз, деп бұйырды. Қалам жаза бастады. Ұлық Алла айтты. Бірінші, адам пайғамбардың үмметінен бастап жаз. Кімде-кім жақын бауырын сүйетін болса, оны жәннат бақшама кіргіземін. Ал егер мал үшін арын сатып, кісі баласының қанын ішетін болса, тозаққа тастаймын. Нұхтың үмметін жаз. Кім оның насихатын тыңдап, ар-ожданды биік ұстанса, пейіштен орын сыйлаймын. Ал азғындыққа салынып, ар-иманын саудаға салса, оған тозағым дайын. Ыбырайымның үмметін жаз. Кім оны мойындап, жомарттық пен қайырымдылыққа құмар қылса, Кәусар бұлағынан қанып ішеді. Дүние қоңыздықтан жалған дін жасаса, тозақта ішкені у мен захар болады. Мұсаның үмметін жаз. Кімде-кім пұтқа табынбай, Алланы бір деп біліп, надандықпен күресетін болса, жұмағыма кіргіземін. Егер ілімді аяқ асты таптап, зорлық-зомбылыққа үйір болса, тозаққа тамызық етемін. Ғайсаның үмметін жаз. Кімде-кім жүрегін махаббатқа байласа, бақырлықтан қорықпаса, оны хорларым күтіп алады. Егер сатқындық пен аярлықты елге зорлап таңатын болса, жайы жаһаннамда болады, деді. Осылайша ұлық Алла барша пайғамбардың үмметін жаздыра берді. 124 000 пайғамбардың үмметі түгел жазылып болды. Ең соңғы кезек Мұхаммедтің үмметіне келді. Қалам ұлық Алланың өмірін күтпестен, егер кімде-кім жүрегін таза ұстап, Алланың алдына кіршіксіз жүрекпен келсе, оны пейішпен қуантам. Мұхаммедтің қарабет үмметі Алланың атын жамылып адам өлтіретін болса, дінді бетперде етіп, қан төгетін болса, ар-намысты аяққа таптап, дінді былғайтын болса, тамұқтың түбіне тастаймын, деп жаза бастап еді. Ұлық Алла, әй қалам, деді әмірлі дауыспен. Қалам қорқып кетті. Әй қалам, деді тағы да нықтап. Асықпа, әдепті бол. Бұлар әлемдердің рахымы болатын Мұхаммедтің үмбеті. Қалам өзінің әдепсіздік жасағанын түсінді. Алланың қаһарлы әмірінен қорқып кетіп, екіге жарылды. Тағы да 2000 жыл бойына зәре-құты қалмай дірілдеп тұрды. Содан бастап, қалам екіге жарылмаса жаза алмайтын қасиетке ие болды. Ол есін жиған соң, «Я мейірімді ұлық ием, не деп жазайын?» деді. Алла тағала, Мұхаммедтің үмметі ең қиын кезеңде өмір сүреді. Ол кезде дін ұстаған, шоқ ұстағанмен бірдей болады. Ұстаса қолы күйеді, тастаса иманы кетеді. Ол заманда жерлер жақындайды, теңіздер тартылады, дәстүрі тәрк болады, дүние қоңыздық сәнге айналады. Бүкіл бұзық пен қызық жердің бетіне шығады. Дүниеде бұрын соңды болмаған әлем-жәлем қызыл-жасыл түрге енеді. Ол кезде уақыт 3 есеге қысқарады. Адамдар құлшылыққа уақыт таппай қиналады. Мұндай шырғалаңнан діннің турасын тауып, әділдік үшін күресу екінің біріне нәсіп болмайды.
Бірақ сонда да олардың арасында арды күзетіп, әділдікті түзететін дидар талап құлдарым болады. Олар мені сүйеді, мен оларды сүйем. Табанды құлдарым момындарға жұмсақ, қараниет залымдарға қатал келеді. Елдің өсек аяңынан қорықпай, хақтың ілімін таратуға тырыса береді. Оларға пейіштен де бөлек артықша нығметтерім бар. Ол менің дидарым. Қияметте менің дидарымнан асқан қызық та, нығмет те болмайды, деді. Қалам аса ілтипатпен жазып жатты. Ұлық Алла заманның қыспағынан ғапылдыққа бой алдырған Мұхаммедтің үмметі көп болады. Оларға Мұхаммедтің шапағатшы нығметін нәсіп етемін. Себебі мен әділетті Құдаймын. Бірақ шарты сол, олар пайғамбарына салауат айтсын. Мұхаммедті өзінің туған ата-анасынан да артық жақсы көретін дәрежеге жетсін. Кешірім сұраса, тәубесін сол мезетте Мұхаммедтің құрметіне қабыл етемін, деді. Сол кезде болашақ үмметінің қиын тағдырын біліп тұрған пайғамбардың нұры Алланың шапағат нығметін естігенде шаттанып, «Я мейірімді Алла, мен саған ризамын» деп емірене тіл қатты.